балалар, бүгін бізде қоршаған орта негіздері сабағына ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастаймыз. Іс-әрекетіміздің тақырыбында табиғаттағы маусымдық құбылыстар. Жаңағы тақырыбымыздың мақсаты табиғаттағы құбылыстардың арасындағы себеп-салдар, байланысты бақылау, балаларға табиғаттағы маусымдық өзгерістер мен құбылыстарды түсінуге үйрету. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сендерге түсінікті ғой, иә? Енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық балалар. Жаңағы балалар, маусымдық құбылыс дегеніміз, табиғат дегеніміз не екен балалар? Кәне кім айтады? Алихан айта ғой. Жыл мезгілдері, тамаша. Айқыным айта ғой, қандай жыл мезгілдерін білеміз? Тамаша, ары қарай. Енді осы жыл мезгілдерінде суретке қарап, біз ары қарай өтейік. Қыс мезгілін маған Арсен келіп айта ғой. Қыста ормандарда өте жылы мезгілдерге келеді. Жануарлар жылы мезгілде жүргісі келеді. Бірақ олар тоңып өз ұясына кіреді. Өз іздері қалады, жүрген іздері қалады. Оларды қасқыр іздеп келеді. Жылы жем табады. Аю, қасқыр, жылан, тиын бәрі жүрген ізімен ұясына барады. Тамаша, өте жақсы. Келе ғой, келесі жыл мезгіліміз қай мезгіл екен? Айқыным келіп айта ғой. Жыл мезгіліміз келесі. Көктем. Күнде ерінде қар. Қар еріп, неге айналады екен? Суға айналады екен. Ол судың бәрі қайда ағады? Жылғадан ағады екен, не? Жылға болып ағады екен. Тамаша, отыра ғой. Тағы да кім айтады маған жыл мезгілін? Абдрахман кел айтамыз. Көрсете ғой, жыл мезгіліміз қай мезгіл? Жаз. Жаз, тамаша, айта ғой. Біз жазда алабыз, аламыз. Тағы да жазда қандай құбылыстар болады екен балалар? Ауа райы қандай болады? Күн? Күн ыстық. Ыстық болады, тамаша. Күн ыстық болады. Бәріміз қайда барамыз? Бауыздағы жейміз. Бауыздағы жейміз, суға түсеміз, е? Күн ыстықтан. Тамаша, отыра ғой. Келесі маған Әміре кел. Келесі жыл мезгіліміз қай мезгіл екен? Күз, айта ғой. Күзде не істейміз? Кәне. Жеміс-жидектер қайда екен балалар күзде? Піседі. Піседі. Оларды қайда апарамыз? Комбайнға саламыз. Комбайнға салып, қоймаға апарады екенбіз. Тамаша. Және отыра ғой маған бір жұмбақ айтып жіберейін. Кәне бәріміз жұмбаққа қатысайық. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек. Күн. Шашылды. Тамаша, келесі. Бар ма жоқ па оны білмейсің. Ол жоқ болса өмір сүрмейсің. Ауа, тамаша. Келесі. Шылт-шылт етеді, аяғынан өтеді. Су екен. Көрдіңдер ме балалар? Осы жұмбақтың шешімін бәрін дұрыс таптыңдар. Келесі енді жаңағы біз ауаны қалай шығарады екенбіз, ортамызда не бар? Алдымызда тұрған шар бар екен, сол шарды ауаға толтырып көрейік. Кәне шарды жаңағы оны үрлемес бұрын қайтеміз? Қауіпсіздікті сақтаймыз, балалар. Ережені сақтаймыз. Дұрыстап аузымызға салып, ақыры кәне үрлеп ауа шығарады екенбіз. Кәне бәріміз жасап көрейік, Марлен. Шармен жұмыс жасап көрейік. Мен ауа
келіп отыр сіздерді. Бүгін сабаққа жақсы қатыстыңдар бәріңдер.